Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге айлакер түлкі жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Дүкен деген қашанда асығыс қой. Сытып келе жатып бір аяғын саршұнақтың ініне тығып алады. Әрі терең, әрі құм құйылған ініне аяғы кептеледі де қалады. Әрлі белі суырып алмақ болған әрекетінен ештеңе шықпайды. Ал інде бала саршұнақ ұйықтап жатқан болатын. Ол көз алдында бір аяқтың пайда бола қалған қатты таңданады. Ойнайтын ешкімі жоқ болып, іші пысқан ол ақырындап барып әлгі аяқтың табанын қыдықтай бастайды. Айдалада жападан жалғыз шоқиып отырған түлкі байғұстың қытығы келіп, аржалақтап күле береді. Иығына қойдың бір санын салып алып, сөйлеңдеп, жортып келе жатқан қасқыр түлкіні көреді. «Оу, түке, саған не болған? Неге ыржалақтап отырсың?» дейді иығындағы қойдың санын жерге қойып. «Ой, Қасеке-ай, мына дүние не болып жатқан бір сәтте көрерсің, күлмекті күлі» деп. Түлкі одан бетер сықылықтай жөнеледі. «Сонша шегін қататын не көрінді сонда?» «Ғажайып көргің келсе, менің аяғымның орнына өз аяғыңды тығып, айналдыра құммен көм. Сөйт те, анау алысқа қара, неше түрлі ғажайыптарды көресің». «Не дейсің? Кәне, бұлай тұр» деп қасқыр түлкінің аяғын суырып алады да, өз аяғын інге тығып, құммен жабады. Құм кептеліп, аяғын ұстап қалады. Үн түбінде жатқан бала саршұнақ жұп-жуан жүн аяқты көріп таң қалады. «Мұнау не тағы? Аяқ екен ғой бұл да. Өзінің иісі қандай жақсы» деп аяқты кеміре бастайды. «Ай, аяғым, құтқара көр, ойбай» деп қасқыр түлкіге жалынады. «Шыда, достым, шыда. Өмірде не болмайды? Бірде күлдіреді, бірде жылатады. Сәл сабыр ет, қазір-ақ күлдіреді» деп қу түлкі қойдың санын арқалап кете барады. Достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.